Зачем это все усложнять, уважаемые? Я извиняюсь. Давайте без эмоций. Я буду на эмоциях, поймите, люди гибнут, людей сажают. Жиын бастала сала белсенділер бейбіт митингілер туралы әзірленген заң тұжырымдамасына ашық қарсылық білдірді. Көбі бұған дейін айтылған ұсыныс пікір ескерілмеген дейді. Конкретные предложения есть? Концептуально вы должны понять, что... Ақпарат және қоғамдық даму министрі Дәурен Абаев әр сұраққа жауап беруге тырысты. Эмоцияға берілмеңдер, нақты ұсыныс айтыңдар деді. Жиналғандар ашық үкімет порталына жарияланған жобада кемшілік көп десті. Написано, что можно прекратить мирное собрание, если количество... Жобада бейбіт жиынға келген адам саны өтініште көрсетілгеннен асып кетсе, митингін тоқтатуға болады делінген. Митингіге қатысқандарды санап көріп пе едіңіздер? Оларға қаптап жүретін полиция қосыла ма? Мұндай түсініксіз нәрселер заң жобасында өте көп. Журналист міндеттері де жазылған. Журналистерге бөлек тармақ арнап керек емес. Ол бақ туралы заңда жазылып тұр. Честно говоря, там много таких мест, и журналистские какие-то обязанности, они все прописаны в законе о СМИ. Не нужно выделять журналистов. Нету норм, касающихся правоохранительных органов. Как они должны... Бұл заңда құқық қорғау органдарына қатысты сөз жоқ. Бейбіт шеру өтіп жатқанда олар тәртіпті қалай бақылау керек? Мұндай бап мүлдем жоқ. Жиналғандардың алдында олардың жауапкершілігі қандай болмақ? Одан не талап ету керек? Бұл өте маңызды. И что от него требовать? Это очень важно. Отвечает на уведомление, они должны указать, какие места являются... Хабарламаға жауап бергенде әкімдік митинг өткізуге болмайтын жерлерді ғана көрсету керек. Мұны талабын айтқысы келген адамдар анықтамайды. Мемлекет оның бәрін заңда көрсетіп беруі тиіс. Одан басқа жерлер, яғни алаң, скверлерде митингі жиын өткізуге құқық берілуі керек. Поэтому, пожалуйста, уберите эти моменты. Белсенділер айтқан сын ескертпе бұдан да көп. Айтылған ұсыныстың кейбірін ескереміз деген министр сөзінше, заң жобасы қазіргі күйінде қабылдана салмайды. Закон, какой мы вам сейчас представили, и естественно... Сіздерге ұсынып отырған заң жобасы сөзсіз өзгереді. Көрсеттігенді қабылдай саламыз деген болмайды. Сол үшін осында жиналып отырмыз. Бірнеше орынды ескерту айтылды. Несколько очень резонных замечаний было высказано. Қоғам өкілдерінің бірнеше ұсынысын тыңдаған министр, митингілер әкімдік белгілеген арнайы орындарда өтеді. Бұл біздің өзгермейтін ұстанымымыз деді. Яғни өзінің наразылығын мынадай қала орталығындағы алаңға шығып білдірген азаматтардың әрекеті қазіргі заңдағыдай құқық бұзушылық болып саналуы мүмкін. Бұдан бөлек министр Абаев жаңа заң алдағы парламент сайлауына дейін қабылданады деді. Қазақстанда бейбіт митинг өткізу туралы заң 1995 жылы қабылданған. Бірақ құқық қорғаушылар заң халықаралық талапқа сай емес деп есептейді. Былтыр президент сайлауынан кейін Қасым-Жомарт Тоқаев митингілерге рұқсат берілетінін, жаңа заң қабылданатынын айтқан. Оның уәдесі негізінде әзірленген заң тұжырымдамасы 7 ақпан күні ашық үкімет порталына жарияланды. Жобаны талқылау ақпанның 21-іне дейін жалғасады. Манас Қайыртайұлы, Тоқмолдақ Құсайынов, Азат Ньюс.